продавали другим киберпреступникам. Мошеннические сайты, обещающие субсидии, пособия и легкий заработок. Новый способ мошенничества. Киберпреступность не знает международных границ. Қазір ел арасында деректерім кімге керек, жасыратын ештеңем жоқ деп ойлайтындар көп. Бірақ бұл дұрыс емес позиция. Себебі алаяқтардың құрығына түскендердің көбісі дәл солай ойлаған. Теріс пиғылдылар бір мезетте мыңдаған адамның деректерін ұрлайды. Оны жеке мақсаттарға, бопсалауға, қаржыңызды жымқыруға пайдаланады. Мұндай жағдайда цифрлық деректеріңізді сақтап, ақпараттық қауіпсіздігіңізді қорғайтын қандай қадамдар бар? Журналистік зерттеу жасап көрдік. Келесідей жағдайды елестетіп көріңіз. Сіз жақында техникалық дүкеннен теледидар сатып алдыңыз. Енді сол дүкеннен электронды поштаңызға үлкен көлемде бонус ұтып алғаныңыз туралы хабарлама келді. Оның жіберушінің мекенжайы дұрыс, дүкеннің дәл фирмалық стиліне сәйкес. Біраз уақыттан кейін арнайы анықтамадағы көрсетілген номерден дүкеннің қызметкері сізге қоңырау шалып, хабарламадағы батырманы басу арқылы бонусқа ие болатыныңыз туралы ескертті. Мұндай жағдайда сіз не істейсіз? Әрине, мұндай сәтте сіз алданып қалуыңыз әбден мүмкін. Өйткені түпнұсқадан еш айырмасы жоқ дизайн мен графикалар. Одан кейін арнайы номерден хабарласқан дүкен қызметкері сіздің еш күмәніңізді қалдырмай сендіреді. Бонус алуға сенімді боласыз. Батырманы басасыз. Сосын не болды дейсіз ғой? Барлық жеке деректеріңіз алаяқтардың қолында. Есіңізде болсын, кез келген электронды пошта мен номерге сайтқа дәл сондай жасанды көшірме жасауға болады. Ал мұндай жағдайда не істеу керек? Алдымен асықпай, сабырлы болуыңыз қажет. Қоңырауды өшіріп, дүкеннің арнайы номеріне кері қоңырау шалып, бонус туралы ақпараттың растығын тексеріңіз. Сайт не пошта мекенжайында түпнұсқадан өзгеше бір әріп не символ тұруы мүмкін. Қырағы әрі сауатты болыңыз. Әйтпесе ғаламтор алаяқтарының жемтігіне айналып, қаржыңыздан айырыласыз. Көбіне ғаламтор алаяқтарының құрығына түсетіндер кімдер? Ақпараттық шабуылдан қорғану үшін адамның мінез-құлқы неге дайын болу керек? Психолог маманнан сұрап көрейік. Жалпы интернет алаяқтарына алданып қалатын адамдардың мінез-құлқы көбінесе сенгіш, еліктегіш келеді. Тез асығыс шешім қабылдайды, жеңіл олжаға қызығатын, сөздің мәніне назары аударып бермейтін адамдар. Ақпараттық және қаржылық сауаты жоқ адамдар. Егер сізбен біреу жеке ақпараттыңызды алу үшін не сізді әлденеге үгіттеп жатса, сақ болыңыз. Ақпараттың мәніне, сізбен байланысқан адамның сөйлеу мәнеріне, дауыс ырғағына мән бергеніңіз жөн. Алаяқтар көбіне жылы-жылы сөйлеп, назарыңызды басқа арнаға бұруға тырысады. Сіз жайында өзіне қажетті ақпарат алу үшін асықтырады. Өзіңіздің психологиялық тұрғыдан ондай жағдайда барынша ұстамды, сабырлы болуға тырысыңыз. Тым ашық болмаңыз. Әрі ақпараттың не жайында екенін түсініп алмайынша өзіңіздің сұрақтарыңызды көбірек қоюға тырысыңыз. Бұл жерде сіздің сауаттылығыңыз өте маңызды. Әдетте құпия сөз немесе почтаны бұзған кезде сарапшылар Hebibin Punet сервисі арқылы ақпаратты тексеруге кеңес береді. Бұл сайттың мақсаты неде? Ол пайдаланушылардың бұзылған логиндары мен құпия сөздерінің тізімін сақтайды. Онда сіз деректеріңіздің қай кезде, қандай жүйе ішінде бұзылғанын тексере аласыз. Мәселен, мен өз поштамды тексеріп көрейін. Көріп отырғаныңыздай, менің электронды поштам 2018 жылдың желтоқсанында тапсырыс жүйесі арқылы бұзылған екен. Көбіне бұзылатын деректерге электронды пошта мекенжайлары, құпия сөздер, телефон номерлері, ауызекі сөйлесулер, пайдаланушы аттары тағы да басқалары жатады. Бұл сайтты пайдалану қауіпсіз бе? Біріншіден, кез келген қызметке жеке ақпаратты бергенде, тіркеу процесінде қолданыстағы құпиялық саясатын қарап шығу қажет. Бұл сайтта мұндай келісім жоқ. Дегенмен, жиі қойылатын сұрақтар блогынан біз керекті жауапты ала аламыз. Сайт қауіпсіздігі туралы сұраққа кез келген сайт сияқты, оның қауіпсіздігіне сенімді болмасаңыз, қызметті пайдаланбаңыз делінген. Бұл тұрғыдан келгенде сіз қаншалықты ақпараттық цифрлық сауаттысыз, сол көмектеспек. Сіздің деректеріңізді ұрлаған қылмыскерге қандай жауапкершілік бар? Қазақстандық не шетелдік алаяқты жауапқа тартып, өз құқығыңызды қорғай аласыз ба? Заңгер маманнан сұрап көрейік. Бопсалаушы сізден ақша талап етсе, оны қорқытып алу немесе алаяқтықпен заңсыз қаржыңызды жымқыру бабы бойынша жауапқа тартуға болады. Полицейлер арыз шағымыңызды қабылдап, күдіктіні жауап алуға шақыруға міндетті. Басқаларына бопсалауға ұшырағаныңызды батыл айта алуыңыз қажет. Оны көрген қылмыскер сізге дегенін істете алмайтынын түсініп, не жауапқа тартылам деп қорқып, ойынан қайтуы керек. Егер алаяқ шетел азаматы болса, онда оған құқық қорғау органдарының қатысуымен халықаралық іздеу жарияланады. Кез келген алаяқ қылмыстық жауапкершілікке тартылуы тиіс. Сіз өз кезегінде моральдық және материалдық шығыныңызды өтетіп алуға құқығыңыз бар. Интернет алаяқтарына алданып қалған адамдар көбінесе қысылып, ұялып, қылмысты жасырып қалады. Бірақ бұл дұрыс емес. Себебі сіз қылмысты ашпасаңыз, ол қылмысты ары қарай жалғастыра береді. Құқық қорғау органдарына барыңыз, ұялмаңыз, шағым түсіріңіз. Бірақ есіңізде болсын, кез келген қылмысты әшкерелеу, жауапқа тарту процесі оңай болмайды. Қылмыстық істің дәлелдемелерін жойып алмаңыз. Өзіңіздің заңды мүдделері мен азаматтық құқығыңызды біліңіз.
Мен заңгер маман ретінде әрбір азаматты сақ әрі сауатты болуға шақырамын. Ақпаратыңызды өз мүмкіндігіңізше қалай қорғауға болатын келесі қадам дұрыс құпия сөздер қолдану. Егер сіз ұмытып қалудан қауіптеніп, барлық жүйеде бірдей құпия сөздер пайдалансаңыз, немесе жеке басыңызға қатысты туған күн, балаңыздың есімі тағы да басқа құпия сөздерді қолданып жүрсеңіз, сақ болыңыз. Себебі мұндай құпия сөздерді бұзу өте оңай. Мен сізге әр сайт үшін басқа құпия сөздерді және қауіпсіз екі факторлы аутентификация әдістерін пайдалануды ұсынамын. Элон университетінің информатика профессоры Меган Сквейр ең жақсы құпия сөздердің ұзындығы кемінде 15 таңбадан және кездейсоқ сандар мен әріптерден тұратынын айтты. Сонымен қатар зерттеушілер әрбір сайт не сервис үшін бұзуға қиын құпия сөздерді құрастырып сақтайтын қосымшаларды қолдануға кеңес береді. Мұндай сервистерді қолданғанда сізге бір ғана құпия сөзді жатқа білу жеткілікті. Мысалы, Instagram парақшасына кірген кезіңізде қосымшаның өзі құпия сөзіңіз бен логинді енгізіп береді. Құрылғыңызды қорғау үшін антивирустық бағдарламалар қолдануыңыз мүмкін. Бұл қаншалықты тиімді? Антивирус жеке деректеріңізді қорғауға қауқарлы ма? Қызметтің сапасына қарай көп төлеп, шығыныңыз артты ма? Антивирусқа альтернатива бар ма? Бар болса, қандай қолжетімді сервистер бар? Маманның пікірін білейік. Антивирустық жүйе бағдарламалар тек қана мына цифрлық әлем, тек компьютерде ғана емес, ол телефондар, смартфондар, не болмаса планшеттер, таблеттерде бар. Олардың барлығында операциялық жүйелерді сақтау үшін антивирустар қолданылады. Қазіргі таңда студенттердің көбісі антивирус бағдарламаларына қол жетімсіз болғаннан кейін, олар қымбат болғаннан кейін, олар өздері бағдарламалар жазуға тырысады. Олардың белгілі бір түрлерінің бірі, ол біздің IT университетінің қабырғасында антивирустық бағдарлама жазылған болатын былтыр. Антивирустық бағдарламалар сіздерге, яғни компьютерлеріңізге, немесе серверлеріңізге келіп кеткен қатерден сақтайды. Олар каналдар жүзі өте көп, шлюздар арқылы, маршруттар арқылы, IP адрестер арқылы, не болмаса фишинг амалдары арқылы сізге келіп түскен вирустардан сақтайды. Ең беделділердің бірі ол Касперский, Доктор Веб, EC32 және McAfee. Өз басым McAfee'ді қолданамын, бірақ операциялық жүйелердің ішінде Windows-тан басқасының, яғни Linux немесе iMac, яғни Macintosh операциялық жүйелері, олар антивирустың барын талап етпейді. Ол дегеніміз операциялық жүйенің өзі вирусқа өте қарқынды, күшті антивирустық амалдары бар екен дәлелдейді. Windows-ты мен кемсітпеймін, себебі Windows-тың өзінде Windows Defender деген бар, алайда Windows көп адам қолдана бергеннен кейін, ол жақтағы вирустардың күштілері ол Defenderді айналып өтуі әбден мүмкін. Келесі қосымша Virus Total сервисі. Оның ұтымды тұсы керекті файлды бірден 40 антивирус жүйесінен тексертіп аласыз. Тіпті бағдарламаны жүктеп орнатудың қажеттілігі жоқ. Virus Total сайтты ашсаңыз болды. Келесі сервис Safety Detectives. Бұл сайт қандай қауіпсіздік бағдарламаларын қолданған дұрыс, ақпараттық шабуылдарға қалай тойтарыс беру керектігін көрсететін ақпараттық аналитикалық жүйе. Осы аталған сервистерді арнайы платформаға жинақтап қойдық. Ол жерде айтылған ақпараттың қысқаша түйінін, нақты қадамдар және қосымша деректер бар. Оған өту үшін QR-кодты сканерлеу немесе видео анықтамасындағы сілтеме арқылы өтіп көре аласыздар. Ешкімге нақты сенуге болмайтынын, кез келген дүниеге әрдайым күмәнмен қарауды естен шығармаңыздар. Ақпарат майданы шахмат тақтасына ұқсас, ақ-қара тастардың жүрісіндей ашық күреске, бәсекеге толы. Ойға жүйрік, бәсекеге қабілетті, ақпараттық және цифрлық сауатты адам ғана бұл майданның жеңімпазы болмақ. Журналист Дархан Әбдік өз сөзінде былай дейді: үкімет сіз және сіздің балаларыңыз тұратын мемлекеттің қауіпсіздігі мен сырттан төнген қатерден қорғауға міндетті. Ал сіздің ақпараттық қауіпсіздігіңіз бен құқығыңызды қорғайтын жалғыз адам ол өзіңіз. Қош, сау болыңыздар.